Сіздерге керемет курица в карри деген рецептті ұсынамын. Ең бірінші сұйық майды құйып аламыз. Сұйық майды қыздырып, сосын тауықты төртбұрыштап турап алып, қуырып жібереміз. Тауықты орташа отта қуырып аламыз. Сосын оған келесі пиязымызды қосамыз. Пиязды да полукольца, яғни жартылай домалақ қылып турап аламыз. Турап алып араластырамыз. Қосқан соң бір пиязды қосамыз. Содан кейін барып пияз қуырылған соң бір ас қасық томатты қосып тағы бір араластырып жібереміз. Сосын приправа курица карри деген бір ас қасық приправаны қосып жібереміз. Осы қуырылып жатқан кезде отымыз қатты болса күйіп кетеді, аз болса қуырылмай қалады. Сол себепті орташа отта осының барлығын қуырып отырамыз. Дұрыстап араластырамыз. Яғни енді осыған су қосамыз. Бір стакан су. Суды қосамыз да қақпағын жауып қайнаған күтеміз. Қайнап кеткеннен кейін бір минутта біз оған бір ас қасық ұн қосамыз. Бір ас қасық ұн қосып, бұны араластырып жібереміз. Сол кезде біздің соусымыз қою болады. Жарты ас қасық тұз, дәміне қарай. Қарабұрыштан ұншанаттан, сол себепті осындай азақ қана қостым қарабұрыш. Жабамызда бір 5 минутта жаңағыдай бұқтырып аламыз. Отты жаңағыдай бәсеңдетеміз. Енді жаңағы чесногымызды қосамыз. Сарымсақты 3-4 қоссаңыздар да болады, дәміне қарай. Мен көп болғанын ұнатпаймын. 2 сарымсақ мен үшін жеткілікті. Сосын 2 ас қасық қаймақ қосамыз. Кейбіреулер сливки де қосып жатады, сливки қоссаңыз да болады, үйде бар болса. 10 минут бұқтырамыз, сосын бітті, дайын. Сіздермен бірге